Ассаламу алейкум. Бүгін біз Ван Клифф узорын оқимыз. Бұл схеманы түсінетіндер бар, түсінбейтіндер бар. Мынаны скрин жасап, осы схемамен тоқсаңыздар, Ван Клифф узоры шығады сіздерде тақияға. Ал менің мынау дайын тақиям, дайын тоқылған видеосы менде YouTube каналымда бар. Соған қарап мынаның басын тоқып алсаңыздар болады. Мен ярнард лилий жіппен тоқимын тақияларды, өйткені маған өте ыңғайлы, және сол жіп ең жақсы жіп тақияға. Өте жіңішке жіп. Енді біз мына узорға дейін тоқисыздар. Міне барлығынан бір столбик с одним накидом тоқып шықтым. Енді мен үшінші воздушный петляға соединительный столбик жасаймын. Соединительный столбик жасағаннан кейін 3 воздушный петля аламын. Енді тура осы схемамен тоқимын. 3 воздушный петлямен де міне мына жерден басталады. Осы жерден басталады менде. Осылай айналдырып осы узормен тоқимын. Яғни 1, 2, 3, 4 столбик с одним накидом, 2 воздушный петля, астынан 2 столбик қалдырамыз. Содан кейін келесі столбикқа 4 столбик с одним накидом, 2 воздушный петля, астынан 2 столбик қалдырамыз, 2 воздушный петля, келесі столбикқа 4 столбик с одним накидом тоқимыз. Осылай бір қатар қайталанады, түгелмен қайталанады. Яғни 4 столбик с одним накидом, 2 воздушный петля, 4 столбик с одним накидом, 2 воздушный петля. Осылай қайталанады. Сосын екінші қатарды ол қазір екінші қатарға келген кезде түсіндіретін боламын. Қазір біз осы схемамен бірінші қатарды тоқимыз. Міне 3 воздушный петля алдым. Келесі столбикқа мен столбик с одним накидом тоқимын. Яғни схема бойынша 4 столбик с одним накидом әр петляға. 2 воздушный петля, 2 петля қалдырамын, накид аламын. Келесі петляға, яғни 1-2 қалдырдық, 3-ші петляға мен столбик с одним накидом тоқимын. Осылай келесі петляға столбик с одним накидом, келесі петляға столбик с одним накидом. Осылай жалғастырамыз. 2 воздушный петля, 2 столбик қалдырамыз, 3-ші столбикқа біз столбик с одним накидом тоқимыз. 2 воздушный петля, 2 петля қалдырамыз, 3-шісіне столбик с одним накидом. 2 воздушный петля, 4 столбик с одним накидом. Ары қарай мен видеоны тездетемін, түсінікті деп ойлаймын. Міне қараңыздар. Осылай узор шығады қазір бізде. Мынау қазір білінбей тұр. Қазір бізде узор шығады. Сол узорда көрінеді бәрі. Міне мен видеомның соңғы жағына келдім. Яғни узорымның соңғы жағына келдім. Міне айналдырып көрсетейін сіздерге. Біз Ван Клиффтің басын тоқып жатырмыз әлі де. Келесі 2 воздушный петля тастап, біз 4 столбик с одним накидом тоқимыз. Және ең соңғы бізде 2 воздушный петля қалды. Енді соған 2 воздушный петля тоқып, ең басында тоқыған 3 воздушный петляның 3-ші воздушный петлясына біз соединительный столбик жасаймыз. Соединительный столбик жасап 3 воздушный петля аламыз. Енді қараңыздар, келесі біздің қатарымыз ол схемасы былай: 2 столбик с одним накидом, 2 воздушный петля, 2 столбик с одним накидом. Яғни тура жаңағыдай 2 воздушный петля. Міне қараңыздар, 2 столбик тастаймыз да
үшінші және төртінші столбикқа біз столбик с одним накидом тоқимыз. Екі воздушный петля, воздушный петляны тастадық. Келесі бірінші екінші столбикқа біз екі столбик с одним накидом тоқимыз. Екі воздушный петля, екі столбикті тастаймыз. Келесі воздушный петляға біз екі столбик с одним накидом тоқимыз. Осылай узорымызды жалғастырамыз. Сіздерге осы жерден осылай көрсетіп түсіндіре кетейін. Міне біздің бастаған қатарымыз. Міне Ван Клиф узорының міне басы шықты. Міне мынау, мынау бізде осы узорымыздың бірінші, екінші қатары. Енді узорымызды жалғастырайық. Осылай, дәл осылай тоқисыздар. Екі столбик с одним накидом, екі воздушный петля, екі столбик с одним накидом, екі воздушный петля, екі столбик с одним накидом, екі воздушный петля. Көрдіңіздер ме? Осылай өздеріңіз жалғастырып тоқыңыздар. Мына аяғына келгенде кездесеміз. Мен міне соңғы қатарларға келіп қалдым. Екі воздушный петля, столбик с одним накидом, және екі воздушный петля. Үш воздушный петляның үшінші воздушный петлясына біз соединительный столбик жасаймыз. Және де төрт. Келесі қатарды біз бастадық, міне үшінші қатарды бастадық. Міне біздің бірінші қатарымыз, екінші қатарымыз және үшінші қатарымыз. Ол бізде бірінші қатардың қайталануы. Яғни осы екі қатар тек қана қайталанады. Қараңыздар, төрт столбик с одним накидом. Екі воздушный петля, міне екі столбик тастаймыз. Екі столбик с одним накидом. Екі воздушный петля, тұра тұрыңыздар. Екі, төрт, міне қараңыздар, төрт столбик с одним накидом. Екі воздушный петля, яғни бірінші қатар түгелімен толықтай қайталанады. Төрт столбик с одним накидом, екі воздушный петля, төрт столбик с одним накидом, екі воздушный петля. Солай түгелімен, яғни қайталанады. Екі, үш және төрт. Екі. Міне көрдіңіздер ме? Біздің Ван Клиф узорымыз шықты. Міне. Жерге қойып көрсетейін сіздерге. Ван Клиф узорымыз шықты. Айттым ғой, мына узор бізде осы узорды ашатын ортаңғы, былайша айтқанда, қалай айтсам болады екен? Стенасы ғой, короче. Міне. Ван Клифтің біз бірінші Ван Клифіміз дайын. Енді тура осылай аяғына дейін осы қатарды, үшінші қатарды аяқтағанша тоқыңыздар өздеріңіз. Мен сіздерге енді былай көрсетейін. Көрдіңіздер ме? Қандай әдемі узор, мынау біткен кезде тіпті әдемі болады. Тура осылай қайталанады. Мынау бірінші қатар, үшінші қатар екеуі қайталанады, екінші қатар мен төртінші қатар қайталанады. Бірінші қатар, үшінші қатар, алтыншы қатар қайталанады, екінші, төртінші және жетінші қатарға дейін қайталанады. Тура осылай қайталанады. Давайте өзіміз тоқып, осы қатарды, үшінші қатарды. Міне мен соңғы қатарға келдім. Екі воздушный петля, төрт столбик с одним накидом. Қазір сіздерге көрсетемін қандай болып шыққанын. Екі воздушный петля, үшінші воздушный петляға бізде соединительный столбик. Қатты тартамыз. Және үш воздушный петля. Аяқтамағанша тоқимыз. Міне узорды толық осылай аяқтамағанша тоқимыз. Жайма жеті қатарға тоқыңыздар. Міне мен соңғы қатарға келдім. Бір столбик с одним накидом тоқыдым. Енді екінші столбик с одним накидом. Үшінші. Және төртінші столбик с одним накидом. Екі воздушный петля. И үшінші воздушный петляға біз соединительный столбик жасаймыз. Қатты тартамыз. Бір воздушный петля аламыз. Енді қараңыздар. Менің тоқыған тақиям міне. Әдемі, узорын қараңыздар. Узоры Ван Клиф узоры міне. Мен мынау 8 қатар болды. Яғни мынау өзі 7 қатар, мынау мен 8 болды. Сіздерге былай түсіндірейін. Міне,
менде мынаны мен узорға аламын. Осымен бірге 8 қатар болды. А егер құры Ван Клифтің узорын алатын болсақ, онда ол 7 қатар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қатар. Міне, осылай толығымен тоқ болғаннан кейін, міне, узорын қараңыздар. Міне, осы міне узор, осы 4 бұрыштың ішіндегі узорлары міне. Әдемі. Енді мен мынау соңғы 2 қатарды мен столбик без накида тоқимын. Столбик без накида тоқып, солай закрепка жасаймыз. Яғни қатарымызды, тақиямызды түгелмен, толығымен аяқтаймыз. Ол үшін мен тура соединительный петля алған жерден мен бір столбик без накида тоқимын. Келесі столбикқа мен столбик без накида тоқимын. Осылай әрбір мына петляға столбик без накидадан тоқып шығамыз. 2 воздушный петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Міне, әрбір узорға қараңыздар, міне. Әрбір узорға деп қой, әрбір петляға бір столбик без накида тоқимыз. Осылай жалғастырамыз, ал мен тездетемін. Мен міне жаңағы воздушный петля міне біздің бір воздушный петлямыз, ал мынау тура сол соединительный столбикқа тоқылған біздің бір столбик без накидамыз. Біз енді мынау воздушный петляға соединять етпейміз. Біз мен бір столбик без накида тоқуым керек. Енді біз мынау бір столбик с одним накидымға соединять етеміз. Көрдіңіздер ме? Мынаған емес, біз мынаған соединять етеміз. Соединительный столбик жасаймыз. Осылай бірінші қатарымызды бітіреміз. Бірінші қатарды бітіргеннен кейін 2 қатар тоқимыз. Сол 2 қатардан кейін болды бітіреміз. Тура дәл солай воздушный петля, воздушный соединительный столбиктің жанынан біз тағы бір столбик без накида тоқимыз. Ары қарай столбик без накида, осы қатардың соңына дейін столбик без накида тоқимыз. Осы міне екінші қатар. Осы екінші қатарды тоқып болғаннан кейін болды, уже тақиямызды бітіреміз. Мен тақиямды аяқтап, міне 2 қатар столбик без накида тоқыдым. Жібімді тығу ғана қалды, оны тығамыз. Енді тақиямның өзіне қараңыздар. Ван Клиф узоры дайын. Өте әдемі узор, өзіме қатты ұнайды осы узор. Егер сіздерде шықпай жатса, маған комментарийге